Selam. Сендермен Machu KZ яғни жаңадан ойыншы мынау мен бірінші видеом дегенмен соңында сендер маған 30 лайк сосын 10 просмотр жинап берсеңдер мен келесі екінші видеоны түсіремін. Біз бастаймыз. Қазір мен ауыстырып тастайын. Және де біз енді выживать етеміз. Мынау енді осы үлкен жерде выживать етпей өмір сүруге болмайды деген ойбай не болып кеттім. Ал енді кеттік. Выживать етуді бастайық. 3 ағаш табып етейік. Бір қылыш, бір тапса болар, яғни андерде. Қой тұр, одан төсек жасауға болады. Қаншама ғой мұнда. Ал енді біз қой жасауды бастайық. Бір верстак керек. Біз верстагымызды қоямыз. Бір топор, бір қылыш жасайық. Онымен қоса сундук. Қазір өзіміздің верстагымызды алдық. Енді қойды өлтірейік. Өлді. Сендер қарағанмен қойдың еті шықты, және де қойдың шес деген шықты. Қазақшасы жөні керек. Енді бір қой өлтірсек, бізге төсекке жетеді. Сосын тезірек үй салу керек болады. Өйткені сендер байқап отқандармен күн уже ортасында. Ал біз әлі үй салған жоқпыз. Енді кішкене қысқа пауза, мен ағаш табып етіп алайын. Ал енді достар, мен ағаш жинап алдым, сендер көргендей. Қазір верстакты қоямыз. Ал енді біз ағаш жасаймыз. Ол ағаштан бір есік жасап алайық, сосын бір төсек керек болады. Ал енді біз үй салуды бастаймыз. Яғни сендер мен видеома көп просмотр қойсаң, шатасып қалдым. Көп және де просмотр қойсаңдар, мен тағы да екінші видеоны түсіремін. Екінші видео біріншіден қызық болады деп ойлармын. Ал енді үйді салайын деп жақтырмыз. Салып болдық дегенмен жер мен крыша ғана қалды. Сосын есікті қойған соң біздің үй дайын болады. Сендер көріп тұрғандарым біздің үй кішкентай, өйткені мен оны әлі дұрыс қойған жоқпын. Мама мия деп айтуға болады. Қаншама ағаш түсті мұнда. Ағаштардың бәрін қайда жоғалтар екен мен? Енді біз балтаны алып ағашты жинай берейік.
Кешіріңдер достар, қайттан пауза. Ал достар, енді біз қайттан жалғастырамыз. Сендер қайттан көріп тұрғандай біз ағаш жинап алдық. Төсек, есік бәрін қоя тұрайық. Ой. Ал енді верштаққа кіреміз де ағаш жасап аламыз. Бізде 32 тал ағаш шықты. Қымбат барады, тезірек үйімізді бітіру керек. Біз енді бітіре алмай жатырмыз, ол білініп тұр. Есік қоя салайық. Есігімізді алдық. Қоямыз. Енді төсекті алып жерге қояйық. Және де ұйықтайық. Не болып қалды? Түн батқанға батқан жоқ па? Ұйықтауға болмайды. Біз үйіміздің жерін жалғастыра берейік. Жаңа ғана пауза болып қалды ол. Енді ешін кетпейтін шығар. Кешіріңдер, мен енді бітіріп тастадым, өзім кіресам, бірақ та менің үйімде жарықтық жоқ. Енді мен кирка жасап өзіме печка жасаймын. Сосын угілді мен ағаштан жасап аламын да. Өзіме факел алам. Қазір. Енді бастаймын. Енді мен тас тапқан жоқпын. Не болып қалды? Түн батып жатыр ма қайттан? Ендеше жарайды, үйге кіріп ұйықтайық. Сосын ары қарай жалғастырамыз. Не мынау? Ұйықтауға болмайды. Не үшін нервыма тиді уже менің. Кешіріңіздер, пауза жүйе қылған. Кешіріңдер, қайта жалғастырып енді біз ары қарай давать ете берейік. Қайда тұр еді мен бұл жақта? Міне. Жақта дегенмен мен әлі тасты давать еткен жоқпын. Келесі видеода железо табатын секілдіміз. Мен енді мына видеоны 10 минут түсірейін деп отыр едім, бірақ та ол паузаға өзі қосылып кетті. Бізде 18 сал тас бар, қайтуға болатын секілді үй салу үшін. Ой, печканы жасау үшін. Қазір енді печка жасап алайық. Печка жасадық, енді оны
верстактың үстіне қояйық та, ішіне не салсақ болады екен? Қазір ештеңе салмаймыз. Ағаш добывать етіп алайық. Кішкене паузада тұрады. Ал енді біз ағаш добывать еттік. Ағаштың бүткілін печкаға қояйық. Одан уголь шығады, сосын біз ол угольдан, дегенмен уголь деген қазақша көмір деп аталады. Біз сол көмірден өзімізге факел жасаймыз. Кешіріңіздер, бұл өзі соткада шығып кетті. Біреу маған жазып отыр. Қазір дайын болады. Және де енді біздің бір уголь дайын болды. Ал енді видеоны жалғастырайын деп жатырмын, бірақ та қазір факел жасап алайын. Мен факел жасап алдым. Тынбап тапты ғой. Бізде әлі көп факел бар екен. Ал енді сау болыңдар, достар. Мен сендерге видеоның басында, ортасында айтқандай, видеоға 20 лайк, сосын 10 подписчик болсаң, просмотр деген жинасам, келесі видеоны түсірем. Сау болыңдар.